Сәлем достар. Бұл видеода мен сіздерге крючокпен, спицамен тоқылған сияқты узормен тоқуды көрсететін боламын. Өте оңай тоқылады. Қараңыздар, спица сияқты әдемі тоқылады узор. Қап мына шыбын мешать етіп. Мен мына екі жіптен тоқып жатырмын. Біреуі өйткені өте жұқа. Бұл жіп пухнорки деген жіп. Сіздер любой жіппен тоқи берсеңіздер болады. Міне. Мынаны бір воздушная петля деп ойлаңыз. Мындай неден 8 клиннен тұрады. Мынау байқасаңыздар бөлек-бөлек тұр ғой шапка. Шапка осында 8 тоқымалардан құралады. Қазір мен соның біріншісін тоқып көрсетемін. Мынау воздушная петля деп ойлаңыз. Негізі тоқыманың басы осы воздушная петлямен басталған болатын. Бұл міне бір воздушная петля, одан кейін соединительный столбиктер. Ал енді сол соединительный столбикті көрсетемін. Мына воздушная петля, одан кейін петля подъема. Екінші петлямызға крючогымызды кіргіземіз. Жіпті тартып аламыз да, былай өткіземіз. Соғы. Арғы қабырғасына кіргіземіз, өткіземіз. Мына жіптің арғы қабырғасына өткізіп, тоқимыз. Сонда әдемі узор пайда болады. Қатардың соңына келіп қалдым. Барлығы осы соединительный петлялармен тоқылып жатыр. Соединение. Мына жерде соңғы екі петля қалды. Ол екеуін тоқымай, бір воздушная петля подъема жасаймын да, тоқымамды былай қарай бұрамын. Міне, бізде бір лесенка пайда болды. Енді ары қарай тағы да тоқып жалғастырып кете береміз соңына дейін. Осындай соединительный столбиктер жасап. 3, 4, 5, 6, міне. Мынау екі қабырғасында алып тоқимыз. Біз жаңа мынау қабырғасына ғана алып қой. Енді қазір мынау екеуінде тоқимыз. Узорымыз әдемі көрінуі үшін. Бұл тек қана ең соңында. Последний столбикті ғана осылай тоқимыз. Қалғандарын арғы қабырғасынан тоқи береміз. Енді қайтадан арғы қабырғасын тоқымамызды бұрамыз. Қайтадан осылай тоқимыз. Ең соңғы екі петлясын тоқымаймыз да, тағы лесенка жасаймыз. И одан кейін обратно тағы да осындай столбиктер, соединительный столбиктер. Одан кейін қайтадан осындай соединительный столбиктер, және де мына соңғы екеуін тоқымаймыз. И осындай бізде 7 лестница пайда болу керек мына жерде. Содан соң былай шапкамызды соединение жасап, осындай әдемі шапка болады.